Сәлем достар, сендермен бірге мен әдеттегідей Фархат. Бүгінгі менің қозғайтын тақырыбым бұл өзімнің YouTube каналым туралы болмақ. Соңғы кездері менің каналымда бір түрлі нәрселер болып жатыр. Кейінгі кезде бір түрлі нәрсе дегенде менің каналымда активность құлап жатыр. Вообще-то соңғы салған видеомның қаралымын мен жақсы деп айта алмаймын. Өйткені ол видео бар жоғы тек 74-ақ қаралым жинаған. Мен тырысам видео түсіруге, бүйтіп барынша монтаждайын. Ал көрсетіп жатқан активностеріңіз маған ұнап жатқан жоқ. Ал осылай жалғаса берсе, мен YouTube'дан бір күні кетіп қалатын сияқтымын. Көрсетіп жатқан активностеріңізге менің көңілім толып жүрген жоқ кейінгі кезде. Бәлкім мен сіздерге қызықсыз болып кеткен шығармын, немесе контентімді өзгерту керек шығар деп ойлаймын. Енді барлығы ол сіздердің қызығушылықтарыңызға байланысты ғой жалпы. Көрсетіп жатқан активностеріңізге қарай мен енді контентімді өзгертемін деп шештім. Яғни сіздердің қызығушылықтарыңызға байланысты мен ерекше бір контент жасайын деп жатырмын. Әзірше сіздерге спойлер бере алмаймын, бірақ шыққан кезде көресіздер. Бір қызықты бір контент дайындап жатырмын десем де болады. В общем, менің арнамда күтіңіздер. В общем, бір қызықты бір идея келді маған. В общем, көресіздер. Әзірше сіздерге спойлер бермеймін. Просто қызықтың бәрі қашып кетпес үшін. Сондықтан да істейміз, каналға жазыламыз, және осы видеоға лайк басамыз, комментария жазамыз. В общем, білгендеріңізді істесеңіздер. Жалпы мен YouTube'дан кетіп қалмаймын, қорықпаңыздар. Әлі қызықты бір контенттер шығады менің каналымда. В общем, бұл хабарландыру видеоға жалпы кейбір жерлерінде бір дұрыс сөйлемесем, в общем, кейбір жерлерде бір істеп қалсам, кешіріңіздер. Жалпы бұл видеоға мен ешқандай сценарий жазған жоқпын, ешқандай текст жазған жоқпын. Просто так оймай неге батыр соны айтып отырмын. Сонымен қатар менде телеграм канал бар, айтпақшыдай. Бұл жақта мен өзімнің қызықтарымен бөлісетін боламын. Қолдап тіркеліп кетсеңіздер болады. Ссылкасын мен осы видеоның описаниясында міндетті түрде қалдырып кететін боламын. Ал осымен мен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.